Сәлем достар, сіздермен Айшар ағайларыңыз. Біз бүгін 5 плюстің 63, 960 деген нұсқасын талдайтын боламыз. Талдағанда да 5 есебін уже талдап қойдым. Бұдан алдыңғы видеода бар. Қазір 6 есебінен бастап талдаймыз. Дайын болсаңыздар, арнаға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Біз талдауды бастаймыз. 6 сұрақ. Төменде берілген сандардың ішінен сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Сұрақ белгісі мына жерде тұр. Міне. Так. 38, 65, 45, 27, 84, 93, 43. Так. Қандай ұқсастық бар? Негізінде бұл жерде байқасаңыздар 3-ке 8-ді қоссақ, мына жерде 3-ке 8-ді қоссақ 11 болады, иә? 6-ға 5-ті қоссақ та 11. 4-ке 5-ті қоссақ 9. 2-ге 7-ні қоссақ та 9. Мына екі таңбалы сандардың цифрларын бір-біріне қосып жатырмын. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 9-ға 3-ті қоссақ та 12. 4-ке 3-ті қоссақ 7. Енді мына жердегі санның цифрларын, екі таңбалы санның цифрларын қосқанда 7 болу керек. Енді вариантқа қараймыз. Вариантта мынау 8, мынау 7, мынау 12, 67, 13 болады. 51-іміз 6 болады. Яғни бұл жерде 7 болу үшін бізде 61-ді таңдауымыз керек. В нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Егер де сіздер түсінбесеңіздер, комментарийға жазыңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Келесі сұраққа өтеміз. Жаңа логикалық амал мынандай түрде анықталған. А мен В арасындағы мына логикалық амал кәдімгі арифметикалық амал түрінде 2 көбейту 5А қосу 2Б болады екен. Онда 3, 2 өрнегінің мәнін табыңыз. А-ның орнында не тұр бізде? 3 тұр. В-ның орнында не тұр? 2 тұр. Апар орнына қоямыз. 2 көбейту 5. 5А деген А-ның орнында бізде 3 тұр. 5 көбейту 3. Қосамын. Қосанов емес. 2 көбейту Б. Б-ның орнында 2 тұр. Ал тең 2 көбейту жақша ашылады. 5-ті 3-ке көбейтсем 15. 2-ні 2-ке көбейтсем 4. Тең 2 көбейту 15-ке 4 жақшаның бірінші орында болады ғой. 15-ке 4-ті қоссам 19. 2 жерде 19, 38 болады. Жауабы 38. Д нұсқасында тұр. Түсінікті ма? Түсініксіз болса комментарийға жазыңыз. Жауап берем. Келесі сұраққа өтем. 7-ге бөлгенде 1 қалдық, 8-ге бөлгенде 2 қалдық қалатын ең кіші натурал санды табыңыз дейді. Так, 50. 50-ді 7-ге бөлсек 1 қалдық қалады, 49. 8-ге бөлсек 48, 2 қалдық қалады екен. Келесіле бірақ тексеп көру керек міндетті түрде. 33-ті 7-ге бөлсек 1 қалдық қалмайды. 28 болады да, 5 қалдық қалып кетеді. 22-ге бөлсек 1 қалдық, 8-ге бөлсек 6 қалдық болмайды. 15-ті 7-ге бөлсек 1 қалдық, 8-ге бөлсек 7 қалдық болмайды. 64 8-ге нақты бөліп қалады. Соны тек қана 50 екен. Осылай жауаптардың ішінен тауып аламыз. Қалдық дегенді білеміз ғой. Бөлген кезде бір сан шығады, жетпей қалған сан қалдық болады, Келесі сұраққа өтем. Оң сол жағынан оқығанда бірдей болатын 3 таңбалы сан нешеу? Оң және сол жағынан оқығанда 3 таңбалы сан. 101-ден басталады. 101, 111, 121. Бұлайынан оқысаң да 121. Бұлайынан оқысаң да 121 болады, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191. Осылай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бар екен. Кірмейміз. Мен не қайып қой, ютубқа нәрсе саяп қайдым мен? Жоқ, емейме. Болды, азима. Оше қойып қойсын. Ендеше, 1-ден 100-дің өзінде 10 бар екен. Ал осындайдан қанша бар? Тағы да 9 бар. 200-де де солай. 202 болып басталады. 300-де де солай. Солай 909-да да осылай 10-ы 999-бен аяқталады. Түсінікті ғой, сонда барлығы 10-10-10-дан 90-ы бар. Осылай болды екен. Келесі сұраққа өтем. Сандар белгілі бір заңдылық нәтижесінде алынған. Сұрақ белгісінің қандай санмен ауыстыру керек? Так, егер 13-іміз 3, 24-іміз 8,
Көбейткен ғой, 1-ді 3-ке көбейткенде 3, 2-ні 4-ке көбейткенде 8, 3-ті 0-ге көбейтсек 0, 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 142, 1-ді 4-ке көбейтсек 4, 4-ті 2-ке көбейтсек 8 болады. Түсінікті ма? Бұл енді оңай. Келесі сұраққа өтем. Шетелдік қонақтарға 10 дана жол сілтеме кітапшасын сатып алу керек. Қажетті сілтемелер құны төмендегі 5 интернет дүкенінде көрсетілген. Жеткізу мен құны төмендегі кестеде көрсетілген. Жол сілтеме құны ең арзан болатын интернет дүкенін анықтап, жұмсалатын соманы көрсетіңіз. 10. Мынау 10-ға көбейтсем 6700 болады. Әрқайсысын енді 10-ға көбейтуім керек қой. 6700-ге 600-ді қоссам 7300 болады. Яғни Фортунадан алсақ 7300 теңге кетеді екен. Мынау 10-ы, так, 6600. Егер 7000-нан асса жеткізу тегін. 7000-ға жеткен жоқ бізде. Онда 7600, так, 6600-ге қосамын 470-ті. Сонда болады 7070 болады. 7070 болады. Барлығы сіз үшін деген неде? Дүкенде. Мега Астана 10-ы 6800 болады. 6800-ге 450-ді қосамын. Енді калькулятор керек. 6800-ге 450-ді қоссам 7250 болады екен. 7250. Мега Астанада 7250. Мынау 7380 болады. Дұрыс па? Так, жеткізу тегін 7000-нан асса, 7000-нан бізде асқан жоқ. Так, 10-ы 7200, 6000-нан асса жеткізу тегін дейді. Бізде 6000-нан асып тұр, яғни 370-ті қоспаймын. Сонда 7200-дің өзі. Ең арзаны бұл жерде барлығы сіз үшін деген магазин болды, 7070 теңге. Қалғандарымен салыстырып көрсеңіздер. Онда В нұсқасы жауап болады. Дұрыс қой. Келесі сұраққа өтем. 8 метр куб тақтайды 3 фирманың біреуінен алу қажет. Төмендегі кестені пайдаланып, осы тақтайдың ең арзан сатып алуға қанша ақшасы төленетінін анықтаңыз. Так, 8-ді көбейтемін. 38000. 38000 көбейту 8. 304000 бұл. Жеңілдік жоқ, сондықтан жеткізуді қосамын. 319300. 319300 болды. Мынаны да 8-ге көбейтемін. Мынаны да 8-ге көбейтемін. Мынаны да 8-ге көбейтуім керек негізінде. Так, 45000 көбейту 8. 360000. 150.000-нен асса жеткізу тегін. Яғни 360.000-нің өзін жаза салам. 360.000. Так. Үшінші магазин. Көбейту 8. 312.000. 200.000-нан асса жеткізу тегін дейді. Бізде асып тұр, я? Онда 312.000-нің өзі болады. 312.000. Ең арзаны 312.000. Дұрыс қой. Түсінбегендер болса, міндетті түрде сұраймыз. Төмендегі диаграммада кейбір азық-түліктің құрамында кездесетін А дәруменінің мөлшері туралы мәлімет келтірілген. Көлденеңінен азық-түлік атаулары және 100 грамм азық-түліктегі А дәруменінің мөлшері көрсетілген. Диаграмманы қолданып дұрыс тұжырымды анықтаңыз. Дұрыс тұжырымды анықтау керек. Күнзе А дәруменінің негізгі көзі болып табылады. Күнзе А дәруменінің негізгі көзі болып табылмайды. Өйткені ақжелкен бұл жерде ең көбі. Онда мына жауап болмайды. Ең көбі соның негізгі көзі. Данные осы берілген диаграммада. Келесісі. Теңіз орам жапырағында қара өрікке қарағанда А дәрумені молырақ. Теңіз орам жапырағында қара өрікке қарағанда А дәрумені молырақ дейді. Молырақ емес, өйткені мына жерде 0,2, ал қара өрікте 2. Бұл да жауап дұрыс емес. Бізге дұрысы керек. Қымыздықта қара өрікке қарағанда А дәрумені 25%-ға көп. Қымыздықта қара өрікке қарағанда А дәрумені 25%-ға көп. Так, 2-нің 25%-ы ол 0,5. Қымыздық сонда 2,5 болу керек. Бізде қымыздығымыз 8 болып тұр. Яғни бұл да дұрыс жауап емес. Келесі, күнзеде сарымсаққа қарағанда А дәрумені 0,5 миллиграммға көп. Күнзеде сарымсаққа қарағанда 0,5 миллиграммға көп. Жоқ, 1 миллиграммға көп, я? Ровно 1, 2,4, но 3,4.
Бұл да дұрыс жауап емес. Онда Е дұрыс жауап болды бізде. Ақ желкенде қымыздыққа қарағанда А дәрумені 5%-ға көп. Ақ желкенде қымыздыққа қарағанда 5%-ға көп дейді. 8-дің 5%-ын тауып алу керек. Сосын оған 9-ға қосу, 9-дан азайту керек. 8-дің 5%-ы 0,5. 0,4. 8-ге 0,4-ті қоссақ 8,4 болып қалады, Так, ақ желкенде қымыздыққа қарағанда 5%-ға көп. Негізі 5%-ға емес қой, 1-ге көп. 1-ге көп болу үшін ол 8 1-дің қанша пайызы? 8 1-дің қанша пайызын білу үшін 1 бөлінген 8 көбейту 100 деймін. 12,5. Бұл да дұрыс жауап емес. Мына жерде дұрыс жауап жоқ. 13-ші сұрақта дұрыс жауап жоқ. Смело апелляцияға беруге болады. Түсінікті ғой? Егер де дұрыс жауап тапқан адам болатын болса, комментарияға жазсын, мен оны прикрепить етіп, менің каналымның модератор етіп қоямын. Келесі сұраққа өтем. Жолаушылар пойызында 19 вагон бар. 19 жолсерікті әр вагонға бір жолсеріктен болатынды етіп қанша тәсілмен бөлуге болады? 19 факториал болады. Жауап. Енді бұны білеміз. 19 факториал болады. Өйткені 19 адамды 19 нәрсеге орналастыру үшін 19 факториалдың өзі екен қысқарып кетеді барлығы. 3 дос Асан, Дастан, Болат орманға саңырауқұлақ теруге барды. Олар қарындастар Рая, Айна, Гүлнұр. Жазып алмасам болмайды. Асан, Дастан, Болат. Так, Рая, Айна, Гүлнұр. Олар өз себеттерін толтырған соң қыздарға көмектесуді, өз қарындасына емес. Дастан Раяға, Асан Рая мен Гүлнұрға. Асан Рая мен Гүлнұрға көмектессе, онда Асандікі, Асанның қарындасы кім болады? Айна болады. Дастан Раяға көмектессе, Асанның қарындасы Айна болса, онда Дастандікі Гүлнұр болады. Болаттың қарындасы Рая болады. Асан, Дастан, Болат. Асандікі Айна болып басталған екеу бар екен. Дастандікі Гүлнұр, Айна, Гүлнұр. Айна, Гүлнұр и Рая болады. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. Так, мынанда екендігі белгілі, кестедегі өрнектерді салыстырып, дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Логарифм 2-де түбірасты 2. 2-нің қаншаншы дәрежесі түбірасты 2? 2-ден бірінші дәрежесі. 2-ден бірінші дәрежесі. 32-нің қаншаншы дәрежесі түбірасты 2? 32-нің, так, оны қалай табамыз? 32-нің дәрежесі тең 2-нің 2-ден 1 дәрежесі. Әйтпесе 2-нің өзін 2-нің 5x дейміз. 32-нің 2-нің 5 дәрежесі деп алдым. 2-нің 2-ден 1 деймін. 2-леп таста жіберсем 5x тең 2-ден 1 болады. Бұл жерден x-ім 10-нан 1 болады. 5 меха бөлігі өтеді. Сонда x-ім тең болады 10-нан 1-ге. Так, 10-нан 1. 2-ден 1-ді 10-нан 1-ге бөлетін болсам, онда, так, 5 бола ма? 2-ден 1 көбейту 1-ден 10. Көбейту болып 2-ден 10 олсақ 5 болады. Аның 10-на 5 қойып есептейді екен. Так, түбірасты 3-те 81. Түбірасты 3, 81, 8-ші дәреже. 8. 3-тен 1-дің 81-ші дәрежесі. 3-тен 1-дің қаншаншы дәрежесі 81? 3-тен 1-дің минус 4-ші дәрежесі. 8-ді минус 4-ке бөлетін болсам, минус 2 болады. Яғни В-ның орнына минус 2 қоям. Енді салыстыру керек. А баған үлкен негізінде. Так, жоқ. Адам бұны азайтсақ 6. 5-тен 2-ні азайтсақ 7 болады. Минус 2-ні азайтсақ. Бұл дұрыс жауап емес. Мынаны 3-ге көбейтсек үлкен болады. Дұрыс жауап емес. 2-а 10, 10 қосу 10 азайту 6 3 емес. 5-тен 3 көбейту дұрыс емес. Мынау дұрыс жауап болады. Тексеріп көрейік. 5-ті 3-ге көбейтсем 15, минус 2-ні 5-ге көбейтсем 10, минус 10. 15-тен минус 10-да минус 10, ол 5 болады, Так, дұрыс. Е нұсқасы дұрыс жауап болды екен. Келесі сұраққа өтем. Суретте қандайда бір компанияның 5 жылғы сауда-саттық көрсеткіші бейнеленген. 1989 жылдан 1991 жылға дейінгі сауда-саттықтың өсу пайызы 89-дан
91-ге дейін ол 2000-ға өскен. 89-да 1000 еді, 91-де 2000-ға өсті. 2000-ға өсу деген сөз, ол 1000-дан қаншауы бар? Екеуі бар. Яғни 100%-дан 200%-ға өсті. 200%-ға өскен А бағаны. Ал В бағаны 91-ден 93 жылға дейінгі сауда-саттың кемі пайыз. 91-ден 93-ке 2000-ға азайды. 3000 100% еді, ол 2000-ға азайды. Яғни ол 66%-ға азайған болады ғой, 2000-ға азайса. 3000-да 100, 2000-да X деп пайыз табыламыз. Немесе 2000 бөлінген 3000 көбейту 100 пайызы шығады. 66%-ға азайған екен. Кейбір адамдар ойлайды, кейбір оқушылар талапкерлер қателеседі. 1000-дан 3000-ға қалай көтерілсе, 3000-дан 1000-ға солай көтерілді. Яғни пайыз өзгерген жоқ, екеуі тең деп С нұсқасын белгілеп жібереді. Негізі ондай емес екен, мына жерде 2000%-ға өскенмен, енді мынадан 1000-ға қайтадан түскен кезде ол 3100%. Ал түскен азайған зат 2000-ға азайған. 2000 деген ол 3000-ның 66%. Осылай. Сонда бізде қазір А бағаны үлкен болды, А бағаны үлкен болды. Келесі сұрағымыз бар ма? Келесі сұрағымыз жоқ екен. Бізде 19 мен 20 сұрақтар жоқ. Мен таба алмадым. Кішкентай берілгені бар, бірақ дәлше жоқ. Түспей қалған шығар. Егер де есептер сіздерге түсінікті болатын болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, менің Instagram, VK парақшаларыма өтіп қойыңыздар. Тағы да бір сіздерге хабарландыру, менің Telegram арнам бар, Telegram чат арна бар. Ол жерге жіберген есептеріңізді мен голосовой арқылы қалай шығару керектігін айтып, жіберіп, түсіндіріп отыратын болам. Сондықтан да менің Telegram чатқа описание бөлімінде бар. Telegram чат бар, менің Instagramым бар, VK-м бар, барлық нәрсе описаниеде тұрады. Кіріп, тіркеліп, қатысып, менен сұрап отырсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Әлішер ағайларыңыз, сіздерге математика сауаттылықтан ұбт-да 20-ға 20 жинауларыңызға тілектеспін. Келесі видеода кездескенше қош сау болайық.